Ең біріншісін түсініп алайықшы құрсын жаңағыны. Жоқ, мынау енді кәдімгі WhatsApp сияқты. Сендер телефондарыңа WhatsApp емес, WhatsApp қондырып бердім. Айырмашылығы неде қараңдар. WhatsApp'та, короче, сендер тек қана өздерінің жеке лидтарын ғана тұрады. То есть біреудің WhatsApp'та сендер біреудің лиді, өзінің лиді бәрі араласып жатыр ғой, шайқал. Амнарада тек қана өзінің лидін, сен шатаспайсың. Кірдің клиенттің өзінің лидін да, то есть сен өз болды. Фокус сода ұстайсың. Мысалы, нараға профессионал тренинг центр дейді да, мысалы, соның ішіне кірдің. Кірген кезде міне нарада сенде переписка жүріп жатыр да, мысалы. Общий жетіспей сум, установка, скидкамен и так далее. То есть бүкіл процессті, архив бәрін көре аласың. Мұнан бәрін, соответственно, Bittrex-та да көрініп тұр ғой қазір. Мына переписканың бәрі. Неге? Мынан ренжіп болды. Соңғы болды. Мынау соңғысы да. Так, короче, мына сәлеметсің. TikTok-тан рекламаңызды көріп камера керек деп. Сәлеметсіз, тапсырыс қалдырғаныңызға өте қуаныштымыз. Біздің менеджерлер міндетті түрде кері сізге кеңес береді дейді да. Соответственно, дальше кетті. Камера қанша бағасы дейді. Бірақ мынау Кейде шығып кетеді, бір-екі чат шығып кетеді. Атыраудан жоқ, может, андай болар. Контакты менің атымда тұрмасын. Атыраудан сыртқа Wi-Fi бар дейді да. Содан кейін міне не жібердің ғой мынандай ссылкалар, нелерді, осының барлығын YouTube-қа ссылкаға, либо Instagram-ға ссылка қылып, Айнагүл қара, мынау WhatsApp емес. Енді қара, фишка неде қара, Айнагүл? Сен тек қана өзінің лидтарын көрініп тұрады да бұл жерде WhatsApp-та. Сосын, мысалы, бізде қазір бір WhatsApp 4-5 адамға қосылып тұр ғой. Но соның өзінде де бәрі, Айнагүл, соткіне алаңдама. Соның өзінде мына жерде, короче, бүкіл переписка тұрады. Сосын, міне мынаумен, мына телефонмен қазір сделать фото деп коммерческий жер аласыңдар, выбрать фото деп бірдеңе отправка жер аласыңдар. Сосын нарада Рауананың инструменттері. Сосын наны бассан, мына жерде шаблондар тұрады, короче. Ортасындағы бар ғой. Нараға шаблондар енгізіп қоям. Мысалы, отзывы. Сосын мысалы, біздің жасаған объектілер. И сөйтіп, мысалы, мына жерде сендер сөйлесіп отырған кезде, уже адам, мысалы, бизнесмен болса, бизнесменнің отзывын лақтырасыңдар. Егер де ол не болса, частный болса, частный үйдің отзывын лақтырасыңдар. Если, мысалы, образовательный центр болса, образовательный центрдің объектісін жібересіңдер. То есть, ол адам уже түсінеді да, басқа образовательный центрлар наларды таңдапты ғой деген сияқты да, бізде де уже жақын болып кетеді да, сближение и доверие пайда болады. Потому что көп адамдар ойлайды да, мысалы, сендер сөйлесіп отырасыңдар ғой, мен емес қой олармен сөйлесетін. Уже олар сендермен сөйлесіп отырғанда, или новичок сөйлесіп отырғанда, ойлауы мүмкін да, на компанияда тәжірибе бар ма жоқ па деген сияқты сомнение туындауы мүмкін. А мына отзыв сол сомнениені шешеді, короче. Потому что олар түсінеді, что это банағыдай менеджер, мына компанияның артында жасайтын адамдар бар. Все, осымен, короче, как обычно, WhatsApp сияқты, просто дополнительно. Жоқ, WhatsApp-ты білдік, оны түсіндік, ананы түсіну керек енді. WhatsApp-ты біттік. Үйреп жүрміз, айналып.